Қайырлы күн достар, сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай керемет алмалы бәліш жасайтын боламыз. Өте оңай рецепт. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін ең әуелі жұмыртқамызды алып аламыз. Оның үстінен қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз венчиктің көмегімен. Ақ көбік пайда болғанша қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырып, оған майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін құрғақ массаларымызды бөлек араластырып аламыз. Ұнымыз бен разрыхлителімізді ыдысында араластырып, ұнымызды бөліп салып араластырамыз. Осылай үшке бөліп салсаңыздар, пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Соңғы қалған бөлігін барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Массамызға алма қосатындықтан қатты қою қылмаймыз, кішкене сұйықтау болады. Енді ұсақтап, майдалап туралған алмамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны алдын ала дайындап алған формамызға пергамент төсеп, міне осылай формамызға пергамент төсеп, массамызды құямыз. Менде форма 26 сантиметрлік форма. Осылай формамызға құйып, бір тегіс қылып жағып, алдын ала қыздырып дайындап қойған 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне осы жақсылап тегістеп пешімізге саламыз. Міне біздің пирогымыз, алмалы бәлішіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Айжарқын. Үй жағдайында өте оңай әрі тез жасалады. Барлығыңыз жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп кетіңіздер.